Қайырлы күн көрермендер, Көркем Тоқыма каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен спицаға ілгектерді ілудің ең қарапайым тәсілін үйренетін боламыз. Үшін бізге кез келген номердегі екі спицы және осы спицаға сәйкес келетін жіп қажет болады. Үлгіні тоқып үйрену үшін жіптің шетінен 10-15 см қалдырамыз. Жіптің орамдағы ұзын ұшын бас бармағымызға ілеміз. Ал қысқа жағын сұқ саусақпен ортан теректің ортасы арқылы өткізіп, шылдыр шүмек және кішкентай бөбек саусақтарымызбен қысып ұстайтын боламыз. Жіпті қолымызға видеодағыдай орналастырған болсаңыздар, енді мұқият бақылаңыздар. Бас бармақ пен сұқ саусақтың арасында керіліп тұрған жіптің артқы қабырғасын тарта отырып, спицімізден бас бармағымыздың бергі жағында тұрған жіптің аралығынан сұқ саусақтағы жіпті тартамыз. Және екі жіпті де спицаға тартамыз. Бұл бізде бірінші және екінші петлялар болады. Келесі ілгектер сіздерге оңай болады. Бас бармақтағы шеңбердің ішінен сұқ саусақтағы жіпті іліп алатын боламыз. Осылайша бізде үшінші ілгек пайда болды. Міне төртінші ілгек. Бас бармақтың шеңберінің ішінен сұқ саусақтың жібін іліп аламыз және қысып тартамыз. Сіздерге екі спицамен ілгектерді ілуге кеңес беремін. Себебі келесі қатарларды тоққан кезде ілгектеріңіз жеңіл тоқылатын болады. Бұл спицаға ілгектерді ілудің ең қарапайым тәсілі болып табылады. Міне біз бірнеше ілгектер ілдік. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міне көрермендер, мынау біздің ілгегіміздің оң жағы. Ал мынау теріс жағы, яғни тоқыма бұйымымыздың ішкі жағына кетеді. Бұл жерде байқасаңыздар, кішкене төмпешіктер бар. Ал екінші жағы тегіс, біркелкі болып шығады. Құрметті көрермендер, сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.